Бүгін дінді экстремизм жоқ атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Конференция жұмысына облыс әкімі Нұрлан Ноғаев, Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігінің төрағасы Қайрат Ламашариф және өзге де лауазым иелері мен студенттер қатысты. Агенттік төрағасы Қайрат Қайырбекұлының айтуынша, республикамызда діни ахуал тұрақты. Алайда еліміздің жекелеген аймақтарында діни экстремизмнің шоғырлануы байқалады. Мәселен, батыс аймақтардағы құқық қорғау органдары мен арнайы қызметтердің астыртын экстремистік топтарды әшкерелеуі, топ мүшелерімен жүргізіліп жатқан сот процестері бұған дәлел болып табылады. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының мәліметтеріне сүйенсек, биылғы жылдың 10 айында экстремизм мен терроризмге қатысты 112 қылмыс анықталған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті биылдың өзінде 24 лаңкестік әрекеттерге тосқауыл қойды. Соңғы 5 жылдың ішінде басқа мемлекеттер аумағында лаңкестік ұйымдардың іс-әрекеттеріне қатысы бар Қазақстанның 40 азаматы ұсталды. Олардың заңсыз қарулы құрылымдардың лаңкестік іс-әрекеттеріне қатысқаны да анықталды. Қазақстанда халықаралық террористік пен экстремист ұйымдардың 68 мүшесі ұсталды. Сондықтан біздің бүгінгі кездесуіміз мемлекет пен бүкіл қоғамның діни экстремизм мен терроризмді қауіп-қатерлеріне қарсы әрекет етуге бағытталған белсенді жұмыстармен астастырыла өтуде. Бүгінгі таңда Қазақстанның барлық аймағында дін танушылар, мешіт имамдары, мемлекеттік қызметкерлер мен қоғамдық қайраткерлерден тұратын ақпараттық насихат топтары жұмыс жасауда. Олардың басты міндеті дін атын жамылатын экстремистік идеологияның таралуына жол бермеу, барлық әлемдік діндердің биік адамгершілік және гуманистік құндылықтар мен идеяларды насихаттайтыны баршаға аян. Бұған Қазақстанда 4 мәрте өткізілген әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съездері куә бола алады. Бұл жасалып жатқан шаралардың барлығының себебі жастарды, жалпы елді, халықты ақпараттық тұрғыдан толық қамтамасыз ету негізгі мақсат. Яғни кез келген әрбір қазақтың үйіне, әрбір отбасыға дін туралы жақсы түсінік жеткізсе деген мақсатта жасалып жатқан нәрселер. Және пайдасы мол деп ойлаймын. Жайық деструктивтік діни ағымдардан жапа шеккендерге көмек көрсету орталығына көмек сұрап келушілер де бар. Аталмыш орталық мамандарының айтуынша, жат ағымдар жетегінде кеткендердің басым бөлігі жастар. 2012 жылы біздің орталыққа 155 адам келді. Соның 74% нақтырақ айтқанда 14 пен 29 аралығында жастарды құрап отыр. 11% мектептің оқушыларын құрап отыр. Яғни соның ішінде нақты ахуалымен келген және діни жалған ағымдарға жетегінде еріп ата-анасына қарсы шығып, отбасылық проблемаға шыққан, соның ішінде 60 шақты оқушылар, бұның ішінде студенттер. Нақтырақ айтқанда, жоғары арнаулы оқу орны студенттер. Яғни бұл қазіргі кезде көңілді қылжытқанмен, бірақ сол жұмыстардың нәтижесінде көп азаматтардың жалған ағымдардан, дәстүрлі емес ағымдардан түсіндіру жұмыстары жүргізілді, көп отбасының берекесі кіруі, яғни нақты жұмыстың жемісі деп білемін. Жиында көпшіліктің толғандырған сауалдарына жауап қайтарылды. Бұдан кейін конференция секциялық отырыстармен жалғасты. Нұрлыбек Қыдырғалиұлы, Темірболат Тоқмамбетов, Наурыз Халитов, Жайық пресс ақпарат орталығы.